Оқытудың жаңа тәсілдерін пайдалану арқылы білім сапасына қол жеткізу. Осында атаумен нөмірі 78-ші жалпы орта мектебі өрлеу біліктілікті арттыру ұлттық орталығымен бірлесіп семинар өткізді. Бүгінде оқу процесі жаңартылған білім беру мазмұнына көшкен. Сондықтан мұғалімдерге әлі де әдістемелік көмек қажет. Нөмірі 78-ші жалпы орта мектебінде мыңға тарта оқушы білім алады. Білім ошағында 84 мұғалім болса, оның 80% жоғары санатта. Оқу процесі толық жаңартылған білім беру мазмұнына көшкен. Бастауыш сыныптар бойынша менде 22 мұғалім болса, соның 80-90% өздерінің білімін жаңартылған білім мазмұны бойынша біліктілігін арттырды. Сонымен қатар деңгейлік, бірінші, екінші, үшінші деңгейлік курстарда бітірген. Міне сол бітірген өзінің біліктіліктерін бүгінгі күні бүкіл облыс көлемінде басқа да ауданнан келген мұғалімдерге және өзіміздің көршілес мектептердің мұғалімдеріне іс тәжірибесін алмасып жатыр. Бұл шара бағдарламаға енген жаңа тәсілдерді пайдалана отырып білім сапасын арттыруды көздейді. Семинар барысында өзге мектептің мұғалімі аталмыш білім ұясының шәкірттеріне десант сабағын өткізді. Бейтаныс екі тараптың бірлесіп жұмыс істеуінің арқасында педагогтың білімімен қатар біліктілігі шыңдала түседі. Жалпы өңірімізде 2015 жылдан бастап 60 мыңнан астам ұстаз арнайы біліктілігін арттыру курстарын аяқтаған. Жолдауда мұғалімдердің әдістемелік біліміне сын айтылған еді. Оның ішінде әдістемелік білім әлсіз деген бір баға берді біздің елбасымыз. Бұл не деген сөз? Әдістемелік білім бар, бірақ қуаты жоқ. Қазіргі таңда осы өрлеу ең үлкен ауқымды ресурс орталығы ретінде Түркістан облысында қызмет етіп жатырмыз. Осы 4К моделі біздің жаңартылған білім беру бағдарламасында анықталып, ашылған, оған үйретіп жатырмыз. Бұның ішінде командада жұмыс істеу, критериялық бағалау жүйесін қарастыру, немесе коммуникативтік, немесе креативті мұғалімді тәрбиелеу. Семинарда өңіріміздегі мектептерде білім беретін үздік мұғалімдердің жұмыстары таныстырылды. Арнайы курста білім алғандар өз тәжірибелерімен бөлісті. Рабиға Бақытжанқызы, Батыр Оразбеков, Нұржігіт Барпиев, Тұран Ньюс.